Өмір сынақ, ал біз кімбіз? Мен мүгедек емеспін. Мен милары суалған адамдарға қарағанда көңіл байлығым шексіз. Иә, мен басқалардай ыстық пен суықты қолмен ұстап біле алмаймын. Әппақ қардың үсті немесе жаңбырдың астында жалаңаяқ жүгіріп көрмегенмін. Бұл сөздерімді оқыған соң, сен мүгедек адам екенсің деп ойлап отырған болсаң, менің сұхбатымды оқымай-ақ қой. Ник Вуйчич. Адамдар 3 топқа бөлінеді дейді білгіштер. Бірінші топтағылар азық сияқты әрдайым қажет болады. Екінші топтағылар дәрі сияқты кейде ғана қажет болады. Үшінші топтағылар ауру сияқты. Ешкім оларды қаламайды, бірақ амалсыздан оларға ісі түсіп тұрады деп айтады. Сонымен қатар, атақты адамдардың егер ұша алмасаң, онда жүгір. Егер жүгіре алмасаң, онда жүр. Егер жүре алмасаң, онда еңбекте. Бірақ тек алға қарай қозғалудан айныма деген сөзі де бар. Өзіңізге кейде не үшін өмір сүріп жүрмін деген сұрақты қоясыз ба? Көбінесе біз ата-анамызға менде анау жоқ, менде мынау жоқ деп шағым айтамыз. Бет әлпетімізге қарап, қасым ұнамайды, тырнағым ұнамайды деп жиі өзімізден мін тауып жатамыз. Бірақ бір сәт ойланып қарасақ, тырнағы түгілі, қолы, аяғы жоқ адамдар да бар ғой. Басына бір кішкентай қиындық түссе, өмірден түңіліп, адасып жүргендер қаншама? 12 мүшесі сау бола тұра, не үшін өмір сүріп жүргендерін өздері түсінбей, қаңғыбас болып кеткендер қаншама? Өзінің емес, өзгенің өмірін сүруді армандаған Ник тағдырының тауқыметін талай шекті. Тіпті кейде оның өз-өзіне қол жұмсамақшы болған кездері де көп. Дегенмен, өмірге деген құштарлық пен ата-ананың балаға деген шексіз махаббаты нағыз рухани құндылық емес пе? Осыны ұққан бала өмірге деген жаңа көзқарас орнатып, ол үшін өн бойындағы кертартпа күшпен күресе білді. Мүмкін сізде оның есімін естіген шығарсыз. Ник Вуйчич аяқ қолсыз дүниеге келген жарымжан екендігіне қарамастан, өн бойынан өмірге деген құштарлық таба білген адам. Ник Вуйчич кәсіби мотивациялық оратор. Сирек кездесетін синдром тетра-амелия деп аталатын ауру түрімен туылған. Ол 1982 жылы 4 желтоқсанда Австралияның Брисбене қаласында Борис Вуйчич пен Душка Вуйчич отбасында дүниеге келген. Ол 2 қолы және 2 аяғы жоқ болғанына қарамастан, дені сау бала болып, өмір есігін ашқан. Сондықтан да ата-анасының талабы бойынша ол мүгедектерге арналған емес, қарапайым мектепте білім алған. 10 жасқа толған кезінде сыныптастары тарапынан көрген қорлыққа шыдамай, суға батып өлмекте болыпты. Алайда оны жақындарының қандай азап тартатыны туралы ой тоқтатқан екен. Ол физикалық тұрғыдан кемістіктеріне қарамастан серфингпен айналысуға, скейтборд тебуге құмар болады. Гольф ойнағанды ұнатады. Ол есепші бухгалтер және қаржыгер мамандықтары бойынша 2 жоғарғы оқу орнын 21 жасында тәмамдаған. 19 жасынан бастап студенттер, балалар алдында өз өмірі туралы айтып, жастарды өмір сүюге тәрбиелей бастаған. Ал 2005 жылы ол ең жас австралиялық азамат атағын иеленді. Бұл Австралияда өте мәртебелі атақ болып саналады. 1999 жылы «Жизнь бесконечности» деп аталатын ұйым құрған. Сонымен қатар, бүгінгі таңда әлемнің 5 құрлығы мен 70-тен астам мемлекетін аралап, жарымжан жандар үшін қандай жағдайда өмір сүру керек екендігі жайында баяндамалар оқыған. Әлемнің елдерін аралап, мектептері мен университеттерінде өнер көрсетіп, көптеген адамдардың жүрегіне үміт отын ұялата білген.
Ник Вуйчич жастардың өмір мәнін түсінулеріне түрткі болған атақты тұлға. Аяқ жағындағы кішкене саусақтары көмегімен компьютерде 1 минутта 43 сөз теру арқылы өзінің өмірі және мүгедек жандардың жағдайы туралы «Жизнь без ограничений» деген сияқты бірнеше кітап жазып шығарған. Сонымен қатар көптеген телешоуларға қатысқан. 2009 жылы «Цирк бабочек» деген мүгедек жанның тағдыры туралы фильмге де түскен. Қолы жоқ бола тұра, 1 сағатта 1749 адамды құшақтап, әлемдік рекорд орнатқан болатын. Ник Вуйчичтің болмысына қарап, тебіренбеу мүмкін емес. Менің бұл жазбаны жариялаудағы мақсатым қандай қиындық болса да, ешқашан мойымай, өмірді сүйіңіздер дегім келеді. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі. Өмірді мәнді де сәнді өткізу әркімнің өз қолында. Адам баласын бақытты ету үшін аспандағы айды ерттеп мініп, жұлдыздарды жетектеп келу шарт емес. Нысап пен нәпсі бар. Нысап тойым, нәпсі тойымсыз. Азап, ауыртпалық, ауру сырқау, қиыншылықтың барлығы жаңарғысы, жаңартқысы, өзгергісі, өрлегісі келетін жандарға түседі. Бірақ оларға біз ешқашанда берілмеуіміз керек. Яғни өзімізге және өз күшімізге деген сенімді бір мезетке де жоғалтпауымыз керек. Қандай да бір сынақ Алла тарапынан келеді. Оны адам баласы ысырып, немесе кейінге қалдырып қоя алмайды. Сондықтан жалғыз жаратушыға ғибадатты шын ықыласпен, өзіндік қалаумен жасағанымыз абзал. Амантай Тойшыбайұлы, оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.